Баршаңызға сәлем. Бүгін өте дәмді, тойымды әрі жылдам жасалатын таңғы асты бірге дайындайық. Барлық қажетті заттарды осылай алдын ала дайындап аламыз. Алдымен колбасаны теркадан өткіземіз. Мен вареная колбаса таңдадым. Сіздер басқа колбасамен де жасауларыңызға болады. Бірақ осымен дәмдірек шығады. Теркадан өткізіп болған соң ыдысқа салып, енді ірімшікті өткіземіз. Міне өткізіп алдық. Енді жаңағы ыдысымызға салып, екеуін бірге араластырамыз. Енді укропты турап аламыз. Мен дайын слоеный тесттен алдым. Осыны екі бөлікке бөлдім. Бір бөлігін жайып аламын. Дайын болған қамырымызға жаңағы теркадан өткізілген колбаса мен сырды саламыз. Үстіне укроп себеміз. Укропты алдын ала колбаса сырмен араластырып, сосын салуларыңызға да болады. Қамырымызды рулет сияқты орап, видеодағыдай кесіп шығамыз. Кесіп алған соң қолымызбен осылай басып шығамыз, немесе оқтаудың көмегімен жайып алсаңыздар да болады. Міне дайын болды, осылай шықты. Енді үстіне жұмыртқа жағып, қызып тұрған пеште 160 градусқа 15-20 минутқа саламыз. Таңғы асымыз дайын, жұмсақ, дәмі ерекше шықты. Сіздер де жасап көріңіздер.